Gelmizler. Odan keyin breakdance grup Legion. Şabalak kaydı. Kız kayda, Nazım kayda, Nazım. Diyas kayda, Diyas sırım keldir, kelip ben жерде тұрып. Жаңа мынау хадистерден де ағаларымыз келтіріп жатыр. Ананы сыйла, ананы құрметті. Жұмақтың кілті ананың астында дейді. Шапалақ қайда? Тұмаргүл апамызға свет қосайық. Мұстафа, жақ, общий светті бер. Бірігіді. Апа, мына дәмнің бәрі тойға арналып жатыр ғой, бірақ сіздің мынау ақ сүтіңізге жететін дәм жоқ апа. Шын ғой? Шыны керек. Тортта, басқа да дастарханның дәмінен ананың ақ сүтінен жететін дәм жоқ осы әке. Сондықтан да дегенмен де мына тойдың дәстүрі, мынаны Назым екеуміз әдемілеп кезіп, Дияс бар әдемілеп мынадан мамашки жесе, Зүлпия жеңешемен күнде торт жеп жүр, әнеуінде жегеміз тортын. Мықты, шынында да аспаз, мықты аспаз екен ғой. Андай кухняда істемегенде қаяқта істейсің. Бәрекелді. Ау, мына жерде кезіз Назым кел апаңмен бірге, әшемен бірге. Шапалақ қайда, қошемет қайда? Жастық өмір гүлін ойнап күлгін. Ya kesin шешем өзің сау бейнеңізге белгілесіз ғой енді, сондай. Бұл кесілді ма, салып енді кухняға кішкене жақындау. Апам жесе, сол Назым жесе, Дияс жесін, Сәкең жесін. Сол бұл қалған кесім жігіттер әкелесіздер, арнайы Ақсайынан ұсынады деп қояйық. Арнайы Сәкеңнің тапсырысы, Сәкеңнің идеясы екен. Бір шапалақ ұрып қояйық. Қандай көрініс, қандай көрініс. Айналайын. Назымға беріңіз, Диясқа беріңіз. Сырым қайда, сырым? Футболист сырым қайда? Жарым еді кеншек әкеледі жүр. Осындай құлақ алысы кеншек әкелуі жалғасын. Құлақ ашы, Дияс. Жаным, алдалып, осыдан кейін бір 300 килограмм көтересің ғой, дейін құсап. Күйеуіңізге берсе, жешеге болды. Кремінен бер, кремінен. Кремінен берсеңге жүрегінен бер, айналайын. Жешеме кім ұсынады? Дияс, сырым өзі мамаға бересің. Жешем риза болса бітірамын. Шапалақ ағайын Қошемет Қамбаров тағамыледі. Сенің туған күнің. Бір суретке түсіп алыңыздар. Ортада Сәкеңнің көшедегі інілері Breakdance Group Legion. Сәкең неше түрлі жігіттермен араласады құдайға шүкір. Бизнесмендер де бар, шоумендер де бар, футболисттер бар. Сол момышұлы Шәләбиді түнде жүретін жігіттер бұлар. Түнде сағат 12-ден кейін шығатын жігіттер. Кет, Breakdance Group! Байсалдылық сабырлық жігітке сән кейде жібермес маңыз бар дос бауыр ағайын және ямылған қазір күтуші берді бұл жігіттен ұялған берді мұз болып қалған жүректе жібі дейді жақсы қалай
Майсанның жігіттері бірлікте сені жігіттері болғандай қызылда жігіттері қарам болса Оралдың жігіттері қалады екен Ақтаудың жігіттері асыл болса Астананың жігіттері жомарт екен Көкшетаудың жігіттері өсет дейді Қостанайдың жігіттері шешен дейді Аягөздің жігіттері төрет болса Түркістанның жігіттері имам дейді Павлодар жігіттері бапшы екен Марқұлдың жігіттері сақшы екен Тыңдаушы құлақтарға алтын зорға Жігіттерім сегіз қолы дәп сол екен Міне біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер Міне жігіттер, керемет жігіттер Мына біз жігіттер, жігіттер, жігіттер Сегіз қолы дәп сол біздің жігіттер Міне біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер Міне жігіттер, мына біз жігіттер, жігіттер, жігіттер Армандай, армандай біздің жігіттер Міне, 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 Рахмет, қошеметтеп қойыңыздар, Зәбекеңнің әбілері. Сәл шыдаңыздар, асықпаңыздар, құрметті ағайын. Тілек ниетпен ортаға Алматыдағы нөмірі 2 республикалық қазақ тілі мен әдебиет пәнін тереңдете оқытқан мектеп-интернат түлектері қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Ақбота Керімбекова бастаған Санат, Нұржамал, Қайсар, Нәзира, Ержан, Нұргүл, Қайрат, Айсұлу, Баянсұлу, Мұхаммед Ғаріп, Бағлан, Мария, Райгүл жұбайларыңызбен, Ардақ жұбайымен, Жұлдыз Бауыржан жұбайларыңызбен аты аталған аталмаған барша Алматыдағы кластастар және де Әлия Молдағұлов атындағы орта мектептің кластастары Бейжігіт Гоша, Бақытжан ғой, Бақытжан қайда? Кеттік ал, кластастар, күләпше қайда, күләпше? Жанға жақын жандар қасында болса, бірге адымнан ортамыз толса, достар менен ғана өмір мән екен, мен іздеген достар әне қайда екен. Дос болмаса жақын дос екен көңілім Досың адам болса жеңіл екен өмірім Тек сендермен достар жаным жайтып Осы тойда ақылдасқан кезде Сәкен біраз маған информация берген қазақ тілі мамандығының иелері келеді деп содан кейін мен Қадыр Мырзаліні қарадым, Торайғыртты бәрін мектепте оқыдық қой, бірақ сонда да Қадыр Мырзалінің бірақ сөзін айта кетейін. Қазақтың аузына бірнеше тіл сияды екен. Бірақ өзің қазақ бола тұрып қазақша сөйлемесең, сен қазақ болмай қой деген екен. Қадыр біздің Мырзалы атамыз. Сол секілді осы нағыз тілдің мамандары тұрған кезде жақсы тілек, жақсы сөздерді естиміз деп мен ойлаймын. Енді Ақбота белгілі себептермен келе алмай жатқан секілді Ақботамен бірге бір мектепте оқыған екен Ереке көке. Сонда да осы Ақбота бастаған кластастары жиналып отыр. Қош келдіңіздер, кластастар! Деп қойсаңыздар, қалайсыздар? Той жыл қауым бағаннан бері асып айтып отыр. Осы екінші мектеп негізі екінші мектеп бүкіл республика осы Қазақстан Республиканың жиналып отырған білікті мамандардан жиналған дарынды балалардан жиналған сондай мектеп болды, сондай мектеп интернат болды. Соның ішінде Сапарғали деген өзіміздің Қамбар Сапарғали деген біздің ерекше өзі беделі өте жоғары азамат. Бұл кісі енді бала кезінен информатика жөнінен шыны керек енді бала кезден кішкене сұхбат деп айтамыз. Бірақ сонда да информатика пәнінен мұғалімі осы Сапарғалиға өзінің кабинеттің кілтін тапсырып, кәдімгідей өзінің адамы сияқты солай тапсырып кеткен адам болған. Сол бала кезінен осы информатика, IT дейді ғой қазіргі заманда. Сол маманы болсын, маманы болуға тілектес болды ма? Өзіміз де сондай тілектес болдық. Сондықтан да біздің Сапарғали деген досымыз
өз басымыз ойлаймыз, сол бала кезінен армандаған өзінің мамандығына жетті деп ойлаймыз. Сондықтан Сәбике, мына шын көңілден осы екінші мектеп, негізі екінші мектеп деген екінші мектеп лингвистикалық, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп отқан мектеп-интернат. Біз осы республика түкпір-түкпірінен келіп, конкурспен осы мектепке түсіп, өз маманымызды, өзіміздің жолымызды сондай білген адамдар болып жүрміз. Сондықтан да өз басым ойлаймын, өз басым құрмет тұтамын осы азаматтарды. Сәбике, өте қуаныштымыз осындай сіздің тойыңызда, 40 жасыңызда, туған туысқандардың арасында, класстастарыңыздың арасында, жолдастардың арасында мыңда бір рахмет айтамыз. Осындай біздің досымыз барына біз алғыс айтамыз. Сондықтан да осы біздің Сапардың, келіні Зульфияның туған туысқандарын тойы құтты болсын, бас аман денсау болсын. Мына жерде кішкене кідіріп отырмыз. Сондықтан да өте қуаныштымыз, алғысымызды айтамыз барша туысқандарымызға. Осы біздің досымыздың көңілін көтеріп, осындай керемет тойына жиналып отырғандарыңызға өте алғысымызды айтамыз. Мына жерде кішігірім бізде қазақта айтады ғой, пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған деген. Сондықтан да арамызда өзіміз класстастар бар, күйеу балалар бар, келін балалар бар. Сондықтан да жаңа класстастар бастады, содан кейін күйеу балалар, содан класстастар ары қарай жалғаса береді. Мына жерде Мұхаммед Ғаріп деген өзіміздің жаңағы класының азаматы. Рахмет. Енді мынау екінші мектеп деп айтып отырып қой, соның ерекшелігі, екі ерекшелігін білемін өзім. Біріншіден мынау шеттетпейді, мынау күйеу балаларды келіндерді КГ-сы деп бөліп қойған. Сондықтан всегда өздерімен алып жүреді. Екіншіден осы мектептің біз өзімізде бір класстас сияқты болып кеттік. 20 жылдықты, 16 жылдықты жасадық. Сол сияқты бәрі бір туысқандай. Ал мынау Сәке, бүгін елді жинап, есеп беріп жатыр екенсіз 40 жас деп. Қамал бұзар 40 жас дейді. Мына енді артқа қарап есеп беретін болса, ер жігіттің басындағы негізгі мақсаттың үшеуін орындадыңыз. Мынау бала, ұлды бала өсіріп отырсыздар, үйлі балаларын болып отырсыздар, жаңа қоныс тойы деп ойланып отыр. Мынау ағаштың талай неккен сауылдары, талай негесі әлі. Сол Құдай мынау жиналған көпшіліктің жаңа жақсы тілектер айтып отыр. Сіз мынау кәсіби жағынан, адамгершілік жағынан бір жақсы қасиеттеріңізді айтып отыр. Соның бәрі мынау орындала берсін. Мынау сіздердің апайдың тойы, мынау сіздердің тойларыңыз ұзағынан болсын. Тойға келейік әрдайым. Құтты болсын. Құрметті ағайын, тойларыңыз құтты болсын. Мына жерде ағайын туыс, ауылдағы класстас, бір топырақты басқан адамдар жиналып жатқан шығар. Бірақ біздің жөніміз бір бөлек деп ойлаймын. Себебі біз интернаттың балаларымыз. Біз Сапарғалимен мына жерде бір бөлмеде қойындасып жатқан, құшақтасып жатқан балалар келіп отыр. Жатақхананың бір бөлмесін бөліп жатқан балалар келіп отыр. Асхананың нанын бөліп жеген балалар келіп отыр. Жаңа Қайрат айтып кетті, Сапарғали өзі мектепте жүргенде информатикаға бейім болды, мықты болды. Біз қазақ тілін, сөздің жілігін шағып, майын ішіп жүргенде бұл техниканың тілін тауып шашып жүретін былайша айтқанда. Сапарғали кішкентай кезінен өзінің бейім ісінің білгір маманы болды. Енді болашақта ақпараттық технологиялар министрлігі деп құрылатын болса, сені министрдің креслосынан көргіміз келеді, Сапарғали. Содан кейін тағы бір айтқым келетін, Сапарғалидің біздің есімізде қалған сұмдық еңбек қорлығы еді сол кезде. Біз секілді ойнап, күліп, сабақтан қашу деген болмаған. Осы Сапарғали секілді баланы туып, тәрбиелеп өсірген анаға мың алғыс. Сіз бақытты анасыз, осындай бала өсірген. Енді балаларыңыз емес, немерелеріңізден осындай қуаныш, бақыт, шаттықты, шуақты күндер көп қайта берсін. Сапарғали, біздің енді класс атынан кішкентай бір тайымыз бар ма бізге? Болмай ма?
Саламатсыздар. Тойларыңыз құтты болсын. К классының өкілінің атынан сөйлейік деп. Бір жағынан Сапар өзіме жерлесімов келеді деп қояйыншы. Почекенский кеттен ренжімеңіздер. Түркия Қызылордадан, Сапар Шымкенттен, мен сол екеуінің дәл ортасынан Түркістан жеріненмін деп өзім біліп рұқсат етсең. Сапар, Зүлхия, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. 30-да орда бұзар, 40-да қамал алар деген қазақтың әдемі сөзі бар. Қамал алып үлкен қоныс тойлары болып жатыр екен. Шын жүректен тілектеспіз. Дендерің сау болсын, өсіп жатқан балапандарының қызығын көріңдер. Әрқашан бастарыңнан алтын тәждерің түспесін. Аналары аман болсын. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Сондықтан сіздер ешқашан қартаймай, осылай құлпырып, жайнап жүре беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Тек осындай жақсылықта бас қосайық. Маған елден бері 6-ға шақырған той неге жиналмай жатыр деп жатыр. Мен адам қорықпаңдар. Чемкентский той 10-да басталып, 12-де бітер. 500 адам бәрі сөйлеп делгереді, билеп делгереді дедім. Рахмет, көп-көп. Дендеріңіз сау болсын, тек қуанышта кездесейік, аман болыңыздар. Қыздар сөйлейді. Ең бастысы жұмақтың кілті ананың аяғының астында дейді. Енеңді сыйлайып. Сапарғали Сарағаштық болса да сен менің жерлесімсің, сіңілім. Құдай бере салған сіңілімсің. Бәрібір Сапарғали анасының аяғының астында дейді, табанының астында. Бақыттың базарында Алланың назарында жүріңдер. Бала-шағаларының қызығын көріңдер. Осындай ата ене ретінде қабыл етіп, біз тойларында кездесейік. Тек той болсын жанұяларында. Былтыр жаңағы класстарға Сапарғали өзінің отбасын көрсетіп, жаңа үйін көрсетіп, бірінші бізбен бөліскен. Сол қуанышын тек ұзағынан сүйіндірсін. Бала-шағаның қызығын. Осы 3 баламен тоқтамай, батыр ана, батыр әке атаныңдар. Менің сіңілім әлі оған жарайды. Сапарғали соғанмен шын жүректен тілектеспін. Тек мына біздің К кластары біздің қыздарды, балаларды шынымен родной ретінде қабылдандар. Соны болды, басқа ештеңе. Алла тағалам амандықта кездестірсін, жеңісті күндерде кездесейік. Шынымен аман болыңыздар, тойда билеп күліп жүргенге не жетсін. Бұйырса, Зүлфия, бұйырса деймін. Ауылда келген, сонау 1000 километрден келген класстастар бір ауыз айтсын енді. Содан кейін ағам еске алсам көктөбені, жаныма от береді деген әнді көріп айтады. Класстастар. Ассалаумағалейкум. Қалайық, Сапарғалидің 40 жасқа толған есіне бәріміз көріп отырмыз. Ғимаратың құтты болсын, Құдай қаласа. Соның ішінде ұл-қыздарың ойнап күліп өсуімен де Сапарғалимен кішкентайдан жаңағы бір мектепте оқыған мен жаңағы ауылдың ешегін қуалап жаңағыдай сөйтіп. Сонда Сапарғалидің баяғыда кішкентай кезінде маған айтатын бір әңгімесі бар тұғын. Үлкейгенде не боласың дейді. Мен шофер болам деймін жаңағы. Сөйтсем бұған сен не боласың десем, мен Ломоносов болам деймін сонда. Мен Құдай қаласа мына Ломоносовына жетіп отыр деп ойлаймын өзімді. Сол шофер күйінше қалдық сол кейін. Мына кішкентайында не айтсам сол келеді дейді. Құдай қаласа сол пештен құлағына шалып, Құдай қаласа абыройың, атағың Құдай қаласа сақтай берсін, денің сау болсын, өстіп еліңнің алдында күліп ойнап, ағайын туысқан класстас дос-жоралардың алдында күліп ойнап, жүзіңнен күліп кетпес
рахмет саған, өте көп рахмет. Мынау жерден балдар, қыздар жиналып, ағайын туыс жиналып, осындай кең дастарханда бәріміз қуанып қауышып жатырмыз. Деніміз сау болсын, бәрі жақсылық тілеймін. Екеуің бір жаста қаратайдыңдар құдай қаласа. Сапарғали, рахмет. Осындай дастархан жайып, осындай дос жолдандар көбейіп, әйтеуір Аллаға шүкір, 40-қа толдым. 40-қа толған жас құтты болсын, денің сау болсын, ғимарат құтты болсын. Сол ғимаратта ол қыздар өсіп, өзіңде еңбекші, сол еңбектің жемісін жеп жадырып жүре беріңдер. Денің сау болсын. Қысқаша айтайын, әрқашан Алланың назарынан тыс кетпе. Алланың назарында болсаң, барын өсіп. Сол бастапқы қысқа. Ал құрметті қонақтар, мына жерде кішігірім класстастардың атыңыздан вальс, негізі бәріміз Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп, осы Алматының төңірегінде жиналып, осындай дос болып, мәз-мейрам болып тұрғаннан кейін сағынып Алматында керемет ән, әдемі осы әнге қосылып, бәріміз билесеңіз, маған өте үлкен қуаныш. Сапаш!